қалалық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында арнайы түсірілім жүргізілді. Бұл орталық тұрғындарға екі негізгі бағыт автокөлік құралдарын тіркеу және жүргізуші куәлігін рәсімдеу бойынша қызмет көрсетеді. Жалпы соңғы уақытта автомобиль және жүргізушілерді тіркеу саласында заңдарға бірнеше маңызды өзгерістер енгізілді. Бүгінгі хабарымызда осы өзгерістер мен жаңашылдықтарға тоқталамыз. Түркістан қалалық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы 2016 жылдан бері халыққа үздіксіз қызмет көрсетіп келеді. Қазір мұнда 32 білікті маман жұмыс жасайды. Түркістан қалалық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы 2019 жылы қызмет көрсетеді. Жалпы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы 2016 жылы ашылған. Қазіргі таңда осы басшылықта 3 жыл көлемінде басшы болып отырмын. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы Түркістан қалалық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында жалпы 32 маман қызмет көрсетеміз. Бізде 18 қызмет көрсету окошкаларымыз бар. Түркістан қалалық мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы жүргізуші куәлігін беру және автокөлік құралдарын тіркеу қызметі бойынша қызмет көрсетеміз. Жалпы бізде осы 2026 жылы салық кодексіне өзгерістер енгізілуіне байланысты қазіргі таңда кез келген адам тұтынушы өзіне қолайлы әріптер мен нөмірлер таңдай алады. Қазіргі таңда күнде 200-250 тұтынушыны қабылдай аламыз және жүргізуші куәлігін рәсімдеу беру бойынша бізде теориялық емтиханда 72 бронымыз бар. Практикалық емтиханда 103 күнделікті маманда тұтынушыны қабылдаймыз. Жалпы облыс көлемінде бұл бағыт бойынша қызмет көрсету 4 жерде жүзеге асырылады. Олар Түркістан қаласы, Сарыағаш, Жетісай және Сайрам аудандары. Жоғарыда айтқандай, мекеме халыққа екі негізгі бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Солардың бірі жүргізуші куәлігін рәсімдеу. Қазіргі таңда ЦОН жүйесі, ЦОН KZ приложениесі жүйесі арқылы мамандарға халыққа қызмет көрсету орталығына келмей онлайн рәсімдей алады. Яғни тұтынушы үйде отырып ЦОН жүйесі арқылы теориялық емтиханға және практикалық емтиханға орын ала алады, бұрын ала алады. Қазіргі таңда бізде көлік санаты бойынша жеңіл автокөліктерде 3 көлігіміз бар. Автомат, механика және С1 санаты және Д1 санаты 5 автокөлігіміз бар қазіргі таңда. Мектептерде кез келген жерде білімін алып 2 ай көлемінде немесе 75 күн аралығында оқу жүйесі арқылы тіркеліп, бізге мамандарға халыққа қызмет көрсету орталығына келгенде сол дайын құжатпен үйде отырып, яғни онлайн отырып кезек алмай дайын болып келеді құжат. Қазіргі таңда, яғни ол соңғы өзгерістерге тұтынушыларға ыңғайлы жүйе ойлап табылған. ЦОН KZ приложениесі жүйесі арқылы, яғни ЦОН жүйесі қазіргі таңда автомектепті аяқталған соң рәсімдей алады, орын алады теориялық емтиханға және практикалық емтиханға. Жалпы тұтынушы бізге ЦОН приложениесі арқылы брондау арқылы келеді. Яғни брон болған жағдайда теориялық емтиханға жазылады. Жазылған уақытта 40 минут уақыт беріледі теориялық емтиханда. Бір мезетте, яғни қабылдау уақытында бізде 4 компьютеріміз бар. Әр маманға, тұтынушыға 40 минут беріледі. 40 минуттың ішінде 32 сұрақтың жауабы
расталған уақытта емтихан сәтті аяқталды деп беріледі. Тұтынушы ары қарай практикалық емтиханға жазылады. Сон приложениесі ыңғайлы және оңтайландырылған приложение. Теориялық емтиханнан өткеннен кейін практикалық емтиханымыз бар. Практикалық емтиханда жаңағы сон жүйесі арқылы жазыла алады. Тұтынушы келген уақытта өзіне ыңғайлы уақытын таңдайды. Келген мезетте бізде автокөліктер жүйелі түрде жүріп отырады. Уақытылы келген кезде уақытын үнемдей алады тұтынушы. Яғни брондау уақытысы ыңғайлы деп ойлаймын. Егер де теориялық емтиханнан бірінші теориялық емтиханы өтпеген жағдайда келесі уақытқа жазыла алады. Келесі екінші мүмкіндігін кез келген уақытта пайдалана алады. Практикалық емтиханда да осы солай. Бірінші мүмкіндігін пайдаланбаған жағдайда екінші мүмкіндігін бос уақытқа жазыла алады. Тұтынушыға 3 мүмкіндік беріледі. Теориялық емтиханда 2 мүмкіндігін пайдаланады. 2 мүмкіндігін пайдаланылмаған жағдайда 30 күнтізбелік күннің ішінде 3-ші мүмкіндігін пайдаланады. Бұл қызметке жүгінгендердің қатарында 21 жастағы Ринат Қожамұратов та бар. Ол бұл күнге үлкен жауапкершілікпен дайындалған. 2 айлық оқу курсынан өтіп, қажетті құжаттарды жинаған. Жас талапкер көрсетілген қызметтің жылдам әрі сапалы болғанын айтып, өз ризашылығын білдірді. Осы праваға мен вождение тапсырдым. Сертификат алдым, 2 ай күттім, одан кейін теорияға тіркелдім, сон приложениесі арқылы. Уақытым келді, бардым, очередім бойынша, сондан жаңағы нені тапсырдым, теориядан қағазым шықты, сразу сол жерде мен вождениеге тіркелдім, сон приложениесі бойынша. Сон приложениесі бойынша уақыты осы бүгінге келді, бүгін келдім, бардым, тапсырдым автомат, и правам шықты, 15 минуттың ішінде дайын болды қазір жаңа. Түркістанда автоционнан осы праваны алдым, барлығын тапсырдым, 15 минутта дайын болды, барлығы тез болды. Осы автоциондағы қызметке ризамын, рахмет. Екінші бағыт автокөлік құралдарын тіркеу қызметі. Бұл сала бойынша жыл басында жаңа заң қабылданып, бірқатар өзгерістер енгізілді. Жаңашылдықтар рәсімдерді жеңілдетіп, қызмет алу барысын әлде қайда ыңғайлы етті. Қазіргі таңда бұл қызмет түріне 1000-нан аса тұрғын жүгінген. Бұл өз кезеңінде халық тарапынан сұраныстың жоғары екендігін көрсетіп отыр. Жалпы 2026 жылы салық кодексіне өзгерістер енгізілген байланысты тұтынушы өзіне ыңғайлы номерді және әріпті таңдай алады. Қазіргі таңда МРП-мен 10 МРП-мен кез келген номер таңдай алады. Яғни 43.250 теңгені мен өзіне ыңғайлы номерін таңдай алады. Және біздегі қазіргі таңда VIP номерлеріміз бар. Ол кем дегенде 57 МРП-ға сәйкес келеді. 2026 жылы салық кодексіне өзгеріс енгізуіне байланысты тұтынушылар көп келуде. Сол уақытты үнемдеу уақытында қазіргі екінші деңгейлі банктер арқылы, халық банк арқылы, Евразиялық банк арқылы онлайн рәсімдей алады. Осы 2026 жылы салық кодексіне өзгеріс енгізуіне байланысты жоғары сұранысқа ие номерлер 1000-нан асады. Қазақстанды 3 жыл ішінде шынайы цифрлық елге айналдыру біздің айқын мақсатымыз. Мемлекет басшысы өз жолдауларында цифрландырудың маңызын бірнеше рет атап өтіп келеді. Биылғы жылда елімізде цифрлы Қазақстан бағытын кеңінен жүзеге асыруға арналды. Бұл бастаманың басты мақсаты мемлекеттік қызметтерді барынша ашық, жылдам әрі халыққа қолжетімді ету. Осы міндеттерді жүзеге асыруда халыққа қызмет көрсету орталықтары жүйесінің рөлі ерекше. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл орталықтар бүгінде азаматтарға ондаған қызметті бір жерден алуға мүмкіндік беріп отыр. Құжат рәсімдеу үдерістері толықтай электронды жүйеге көшіріліп,
кезек күту уақыты қысқарды, қызмет көрсету сапасы да артты. Яғни ЦОН жүйесі цифрландырудың нақты нәтижесін көрсететін маңызды тетік, ол халық пен мемлекет арасындағы байланысты жеңілдетіп, әрбір азаматқа ыңғайлы әрі тиімді қызмет ұсынуға жол ашып отыр. Қазір халыққа қызмет көрсету орталығында бұрынғыдай ұзын сонар кезек жоқ. Қызмет алушылар ЦОН жүйесі арқылы өз кезегін бақылап, уақытында келіп қызмет алады дейді бөлім басшысы. Қазір біз осы құжат қабылдау залындамыз. Осы тұста бір айтып кететін жайтымыз бар. ЦОН приложение арқылы брондау әр тұтынушыға ыңғайлы, және ЦОН приложение жүйесі арқылы брондағанда тұтынушының өз уақытысында келуін, уақытысын ыңғайлы қылып жүйе құрылған осылай. Және тұтынушыға келген уақытында уақытын және келу уақытын тұтынушының өзінің қызмет көрсету сапасын анықтай алады. ЦОН приложение арқылы қабылдағанда теориялық және практикалық емтиханға жазылу көрсетілген ол жерде, және ЦОН жүйесі арқылы сатып алу, сату шарты бар. Ол жерде тұтынушыға ыңғайлы деп ойлаймын. ЦОН жүйесі арқылы қызмет түрін барлық түрін алады қазіргі таңда. Осы 26 жылы жүйе толыққанды жұмыс жасап жатыр қазіргі таңда. Егер де тұтынушы бірінші рет келген жағдайда ЦОН жүйесі арқылы біздің мамандарымыз толыққанды түсіндіру жұмыстары жүріп жатыр. Келген тұтынушы ЦОН жүйесі арқылы өзінің уақытысын және келген күнін анықтай алады, теориялық және практикалық емтиханға жазыла алады. ЦОН жүйесі арқылы бізде қазіргі таңда келген тұтынушының уақытын үнемдей алады. Және ЦОН жүйесінде қазіргі таңда сатып алу, сату шартымыз бар. Яғни ЦОН жүйесі бізге келген тұтынушыға ыңғайлы деп ойлаймын. Бұл жерде кезек күттіру, басқа мәселелердің барлығы шешіледі. Қарасы, ЦОН жүйесі арқылы кезек күттіру мәселесі бәрі қарастырылған. Бүгінде тек цифрландыру ғана емес, қарапайым халық үшінде ең қажетті қызметтер көлік номерін алу, жүргізуші куәлігін рәсімдеу де әлде қайда жеңіл әрі қолжетімді бола түсті. Барлық үдеріс бір жерден жүйелі түрде жүргізіліп, артық уақыт жоғалтпай нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік бар. Бұл мемлекет қолға алған реформалардың нақты жемісі. Енді азаматтар үшін құжат рәсімдеу күрделі емес, керісінше ыңғайлы әрі түсінікті қызметке айналып келеді. Бүгінгі шығарылым осының айқын дәлелі.